Alo? Алло, балам. Ау, мам. Әкең айт. Өтірік оқымысты болып, кітапты құшақтап, балшиып, жалпиып отыра бермей, қайта-қайта қылқылдатпай, шайын ішсін де. Алло, алло, папа? Не болды? Қайдасыз? Отырып қой. Бұлшиып. Мама сіз шайға шақырып отыр ғой, шайға барсаңызшы. Мен есіне түсіп қаптым ба? Шешең айт. Рахмет шайына. Тойдық шайға. Өзің отырып, жалғыз өзің отырып, терлеп кеп, рахаттанып отырып, ішінші. Айтшы шешеңе. Ау, балам. Мама, папа жұмыстан кешіп келем, өздерің кеше беріңдер дейді ғой шайды. Әкең айт. Дастарханның басында отбасы болып, бірігіп отырып ішкен шайда береке бар екен де. 3 күннен бері қаным түшпей, шайын ішсін де. Шешең айт. Со берекені қашырып жүрген кім екен, 3 күннен бері а десең бұ деп, бұ десең а деп. Айтшы шешеңе, берекені алмай, мұна үйдің берекесін алмай, мұна адамның берекесін алмай. Мен ба сендердің адесі бұдып, бұдесе адып, алпабет айтып, миларында шып жүрген мен екен ғой. Енді кім? 3 күннен бері бұлай айтсаң, олай қисаясың, бұлай айтсаң, олай қисаясың. Адамды айтып өлтірсей, не болса да айтып өлтірсейші. Не болды? Тауып алыз. Қайт табам. Неме, мен қай жермен палашып табам. Екеуіңіз бір жерде отырсыздар ма сонда? Жағаласпай құр бар. 3 күн деп тек. Не болды? 3 күн бір тойға бардың. Нормально шықтың. Қалаған көйлегіңді алдың. 2 күн, 2 түн ұйықтамай, 2 сутка ұйықтамай, таксоватет таққан ақшамды бардың да жарты сағатта бетіңе жағып шыға салдың. Үндемедің. Кірдік, адам құсап тойға кірдік. Бәрі нормально, бір қарағанда әйтеуір жүзіңде нұр барды. Құдалар сөйлеп болғаннан кейін қараған кезде, сол кезде бетін қисайып, бір көзің батысқа, бір көзің шығысқа қарап тұрған. Не болса да сол құдалардың тосында болды. Не болды, айтшы. Өтім жарылып кетсе, айтшы. Жоқ, сенің жаңғақтан аллергияң бар еді ғой? Ал, бар. Бар ғой білесің. Жоқ, істесем жаңғағын теріп тастап,
Ана салат істесем жаңғақтарын теріп тастап, ойбай аллергия, көзім ісіп кетеді, бетім ісіп кетеді, арқам қышып кетеді деп. Ой, білесің ғой, бар ғой аллергия. Бар болса, ана құдашаның берген закускісінде, мына вилкада, ана жапырақтардың арасында, мынандай жаңғақтарды, ана вилкасымен қосып жұтып қояйын деп отыр едің ғой. Аллергияң не болды? О, тоба. Ана 1000 адамдық тойхана. Құдалар ана төрде отыр. Сен мына аяқ жақта тұрсың. Ой, ана вилкідегі жаңғақты қайтып көріп қойдың сен? Көрем. Көрем. Ой, ол жер жаңғақ қой. Тас жаңғақ болса да бір жаңғақ. Сенің аллергияң жаңғақ ажыратып қалды ма? Қап. Жұпар. Айналайын, Жұпар. Біз құда күтіп атыр, дұрыс па? Нағашыңның құдасын күтіп атыр. Ой, о, құдашыға енді ал деп закуска дайындадық. Алыңыз деп, ол маған дайындады. Онда тұрған не бар? Онсыз да сен айтқаннан кейін тойда ешкіммен билемейтін болдық қой. Билесек те 1,5 метр расстояние ұстап жүреміз ғой. Қалтамда линейка жүреді қазір менің. Карантиннің қақаған карантинде өйтіп мен расстояние ұстамаған мен. Айналайын. Ана бармыз бар. Құдашаны көріп, 1,5 емес анау. Анау құдашаның өзі нандай где-то 80 расстояние. Бір ма? Екіншіден 300 адамның ішіне сенен басқа құдашаны күтетін адам таппай қалдың да. Ай, екі мұрты екі жағынан жыбырлап, әшейінде үйде бел ауыратын, зыпың ет. Көзің жайнап, құдашаға. Ана мен байқұс қой, ой, балашағаға жетсін деп өзіме қимаймын. Мен сол құсап балашағадан жырмай аузыма әдемілік прическа жасатып өзімді күтіп, ана фитнеске барып жылтырақ көйлек кисем. Мен де ана құдашадан 1000 есе әдемі болам. Бат! Енді айтса Жұпар осы балашаға жүріп қой, бізде балашаға деп жүріп қой. Балашағаның қабы деп мен де мені қой, бұтымда бір шалбардан басқа түгім жоқ. Бұны жуып қойсаң кепкенше тұр жалаңаш отырамыз. Жүріп қой бізде балашаға деп. Балашаға? Сен балашаға демей-ақ қойсың, балаңның қаншада екенін білмейсің ғой сен. Ой, білеміз. Қаншадан? Білеміз. Қаншада? Жігіт болып қалған. 11 оқитын да, мектепті 11 оқиды. Жасы 25-те жұмыс істейді. Қой? Әйт баратқан заман. Балашаға дейді. Сен балашаға үшін сен не істедің? Сен не істедің? Ойбай мұнаны. Не істемедім мен? Вот сен маған не істемедің? Не істедім? Сен балашаға үшін не істедің? Не істедім ба, не істемедім ба? Дұрыс-ақ қой сұрағым. Адам жындығым ай. Жүріп қой балашаға деп, азаннан қарағашқа дейін ешек боп. Мен де жұрттың еркектері құсап, өзімді ойлап, өз жағдайым жасап жүрсем болмай ма? Мен ана достармен бірге балыққа барып. Мен солда басқа баратында жер жоқ екен. Жүрсем болмай ма мен де адам құсап, жүрім ғой ешек боп. Вот жүрсің. Көрдің ба? Азанда кетесің, кешке келесің. Азанда кетесің, кешке келесің. Азаннан кешке шейін бір талдың көлеңкісіне жатып кеп атқан жоқпын ба мен? Ешек боп жұмыс істеп жүр. Сонда мен ғой жұмыс істемей атқан. Менің жұмыс істемейтінді бетіңе басып отырсың ғой. Мен үйде түк істемеймін ғой. Жұмыстан келесің, тамақ істеулі, кір жуылы, үй жинаулы, мал саулы. Мен түк істемеймін, үйде жатып алайын. Ойбай, сен тыныш бол, соның бәрін мен істейінші мақұл. Сен тыныш болсын. Мен ақ істейінші соның бәрін. Сен еші сен істеген жұмысыңды маған міндет қылайын дедің ба? Не істейміз? Болды, түсінікті. Бәрі бітті, түсіндім, болды. Ажырасам. Кіммен? Сенімен басқа кіммен? Айналайын, Жұпар, кешірші. Енді айып етпеші, болып қалды енді осында. Енді ажырасам демеші, айналайын, кешірші мен деп жалынат деп тұрсың ба саған? Ажырасамыз болды. Мен де болды, ажырасып екеуміз екі жаққа кет. Жүрмейін ба мен де рахаттан, балыққа бар, жүрмейін ба мен де? Болды, ажырасайық. Болды, ажырасам. Ақым-ақ десе, нем бар десе, сонша пәлен жылында саған қор қылып, мынандай қатын, жаман байға. Кім жаман бай? Сен жаман байсың. Жұпар, ойлан, өкініп қалма. Сөз бар қазақта. 50-ге толған еркек қыз алу мүмкін дейді. 50-ге толған қызды кім алу мүмкін дейді. Жұпар исің аңқып қалмасын, Жұпар-ау. Жұпар исің аңқымай қалмасын.
қатынның 40-тан кейін қылығы шығады деген, так что араласпаймын да сенімен. Ана менің баламмен қызым болмағанда сенімен таныспастай едім. Ей, просто әйелің болып қалдың, айтпасам, вообще араласатын адам емессің, сен білдің бе? Араласпай-ақ қой. Болды, ажырассақ. Ажырасамын. Екеуміз екі жаққа кетейік. Бүгіннен бастап бір-бірімізді танымаймыз. Всё. Сен мына жаққа кет, мен мына жаққа кетейін. Көшеде көріп қалсаң амандаспа. Түсіндің ме? Бір-бірімізді танымаймыз. Бүгіннен бастап болды. Болды, всё. Болды. Ашайшы, естіп отырсыңдар ғой. Ой, анау тыңқылдап тұра ма, ашсайшы. Извините, молодой средний человек. Я вас не знаю. И чужими мужиками я не разговариваю. И вообще, вы не имеете права на меня орать, голос повышать. Хорошо. Хорошо. Молодая старая женщина. Хорошо. Не болды, тыныш па? Не болды көш? Соны сіздерден сұрайын деп отырмын, тыныш па деп. Не болды? Ана көршілердің шығады, бәрі шулап жатыр ғой. Тыныш па, не болып қалды да? Екеуі ажырасатын болды ма, ажыраспайтын болды ма деп. Сол 9 этаждың бәрі естіп қоймаған шығар еді. Сен де ана дуалдан естіп алып бәріне жайып отқан. Өйбе, мен не күнәм бір? Өкімет үйді сөйтіп салып берсе өлеміз, бәріміз естіп отырық қой. Мына балдарға күлкі болып, мына жасқа жеткен кезде. Өбесі, көршіден ұялғаннан ажыраспай жүрмін. Әйтпесе бір күнде тұрмас еді. Бәріміз де сол көршілерден ұялып жүрміз. Әйтсе табына ажырасып кетеді. Не қылса бізден ұялмаңыздар, әрекеттеріңізді жасай беріңіздер. Ой, ят болар еді. Не қылатын болдыңыздар? Ажырасатын болдыңыздар, ажыраспайтын. Ажырасамын. Көршіңе қарайын деп отқан жоқпын айналайын. Айта бер болды, ажырасады екен, бұл жол точно ажырасады деп. Айт. Көршілердің бәрі ответ күтіп отыр да қазір. Айта бер, сені ұятқа қалдырмаймыз, ажырасамыз. Екі сөз сөйлейді екенсіз де қалмасын. Ертерек ажырасасыздар. Көршілер мына екеуі ажырасатын болыпты. Не қылса жақсы адвокат досың бар? Не қылам сенің досыңды? Ойбай, көрші ертең ажырасқаннан кейін үйдің біраз бөлігі өзіңізде қалу үшін әрекет жасамайсыз ба? Адвокат керек қой. Мықты адвокат керек. Ой, сендер бізді қатты уайымдап жүре көзіңдер жатек, е? Адвокат сотыңды дайындап. Ертең мына ажырасқаннан кейін үйді арзында оқып беріп жіберетін шығарсыздар. Не қыз сатып алам. Сәттілік ажырасыңыз. Әпке, сәттілік. Бұл үйді сатып алып, сен де ажырасып кетерсің. Рахмет көрші. Уайымдағандарыңа. Ал, енді бүткіл көршіден ұят болмасын, ажырасайық. Ажырасам? Сенімен тұрып деп тұрсың ба? Ажырасамын. Бопты, ажырасып көрейік ал. Байғыз. Арза болсаң. Давно ажырасып кететінім. Ана баламды ойлағаннан жүрдім. Біз де балашаға деп жүрміз. Балам әкесіз өспесін. Әкенің тәрбиесі керек қой балаға деп. Ана ел жұрт күтпесін деп сөйтіп жүрмін, әйтпесем ажырасып кетерем. Бәріміз де сол балашаға деп жүрміз. Солар уайымдап қала ма? Әкесі қап кете ма деп, шешесі қап кете ма деп. Ал шай ішіп алыңыздар ма, шамаңыздар ма сол күй? Отыр. Взрослый әңгіме бар сенімен. Айтпа балаға, травма қыласын. Сен точно 25-тесің ба? Иә? Өгіз болыпсың ғой сен де. В общем, былай бала. Енді кімнің басынан өтпей жатыр дейсің? Екінің бірінің басынан өтіп атқан жағдай. Сен ертең ойбай деп, жылап, уайымдап, арақ ішіп қуып кетпе. Ішкеннес? Депрессияға түсіп. Қазір түсінбесең де балам ертең қатын аласың от. Менің жасыма келесің. От сол көзде мені түсінесің. Әкем байқұс, бекерден бекер шырылдамаған екен ғой деп сол кезде ай менің жағдайым түсінесің сен. Вот сол кезде түсінесің. Шешем байқұс бекерге жыламаған екен ғой дейсің. Сені қайт түсінеді, байға тиін деп атқан жоқ қой. В общем, былай. Шешең екеуміз ажырасатын болдық. Бүгін ертең ажырасамыз, 3 күнге шыдай алмаймыз.
Ажырасам десеңіздер, маған бәрібір. Қалай бер? Ажырасам десеңіздер, ажыраса беріңіздер, мен қарсы емеспін ешқандай. Ой, шешең екеуміз ажырасайын деп отырық деймін саған. Түсініп отырмын, ажыраса беріңіздер, ешқандай қарсылығым жоқ баба. Ойбай, айттым ғой, ана өзі депрессия. Не айтып, не қойғанын білмейді жаным. Ой, ишак! Развод деймін сен! Ой, пускай разница жоқ баба. Жоқ, қараңыздар, мен ес білгелі таңның атысы кештің батысына үйде береке жоқ. Ұрыс керіс айқай шу дұрыс па? Үйтіп бір-біріңізбен қиналып өмір сүргенше екеуіңіз екі жақ кете беріңіздер. Біз енді өз күнімізді өзіміз көреміз ғой ары қарай. Біз үшін қиналып өмір сүрмей қойыңыздар, ажырасып, емін еркін қалаған өмірлерін сүре беріңіздер. Саған жүде өзіңше ақыл кіріп қапты ғой, Ал ажырасып кетейік екеуміз екі жаққа. Не істейсіңдер, күндерің не болады, Аштан өлесің ғой. Папа, мен 400 мың теңге айлық аламын ғой, не сіздер менің ақшама күн көріп отырсыздар ғой. Азаннан кешке дейін жұмыс істейсің. Ана үйді кім жинайды? Ал, Ана кірді кім жуады? ал. Тамақты кім істейді? Тамақты дастарханға алдырамыз, кірді стиралға саламыз, үй жинайтындар шақырамыз, болды ғой. Ишак, ертең қатын аласың. Құдалар келеді. Не әкең жоқ, не шешең жоқ. Тұрасың ба бір өзің сопсый? Ой, ол кезде хабарласамыз ғой. Екеуіңіз екі жақтан келесіздер, тойда бірге тұрасыздар, тойдан кейін екеуіңіз екі жаққа кетесіздер. Оның үшін ана келіндеріңіз айтқан ғой, ата енеммен тұрғым келмейді, бөлек тұрайықшы деп, соған как раз дұрыс болды ғой. Ойбай. Ажырасып өзіммен өзім. Көрдің ба, жұпар? Балаң айтып отқан, көрдің бе? Біз мынаны ерге ұлы өсірдік деп мәз болып жүрміз, Ей, сен білесің бе? Айранда үйіп отқан семьяны бұзып отырсың сен қазір, білесің бе? Кім бұзып отыр? Сен! Мен бұзып отырмын ба? Енді кім? Ой, тып-тыныш отқан жерімізден кеп, ажырасыңдар деп. Мен айттым ба ажырас деп сіздерге? Бұған қарасам мұны мойындамайды ғой шо. Мен айттым ба сіздерге ажырас деп сонда? Кім айтты енді? Сен неменеге әкеңге өй деп сөйлесің? Сен неге әкеңге дауыс көтересің? Ойбай, сен кімсің? Өшіп қалдың ба әкеңе дауыс көтеретіндей? Тамырлар жуандайын дегенде бұлардың. Шешеңді ойласаң қайтын. Мына белка мен стрелка бәле болған жоқ маған? Ойбай, сені мойнына салып өсірді. Түн ұйқысын төрт бөліп бақты ғой сен, Ойбай, сені оқытам деп азаннан кешке дейін жұмыс істеп жүретін сенің. Ешек болдық қой саған, ешек. 15-ке келгенше, аяғың жалбырап жерге жеткенше иығымда отырды ғой мен, ешек болдық қой саған. Есіңде ме жұпар ана бір? Ой, сол күні аяз болды, қатты аяз еді. Арқалап кетіп барады, бір уақытта ойбай, иығым жылып кетті, бұтына жіберіп қойып еді. Ой, тамақ жемейтін бәледей бұлай. Тамақ жемсемейді деп есіңде ме? Сені әкең тамақтандырады. Алдандырып ана жұмыстан шаршап келсе де, ұйықтамай. Атаң үшін гараждаш, ана вертолет келе жатыр. Атаң үшін бір қасық, әжең үшін бір қасық деп тұрып ішкізетін еді ғой сен. Есіңде ме жұпар? Ана бір кесе күрішті жеп қойып, мұрнынан 1 килограмм күріш әбек қой. Ажыраспайтын болдыңыздар ма? Ажырасам, неменеге ажыраспайды екен? Қайтып ажыраспайсың, туған балаң ажырас деп отса. Мен айттым ба соны? Оңбаған, сені бала асырадық деп мәз болып отырмыз. Нағашына тартқан оңбаған. Әкем айтып еді, осы балаға жалғыз бала сен бе, ертең бір қатының соңынан кетеді. Әлде де болса қызың сені ойлайды, қызың сені уайымдайды деп еді. Вот, саған ұқсаған. Жаман жері болса нағашы, жақсы жері болса қаны, өзіңе ұқсаған бір қатынды құшақтайды да кетедірден. Мен де сол қызымды ойлағаннан ажыраспай жүрмін. Қызға баба. Ата енесі бетіне баспасын, ана әке шешең ажырасып кеткен деп, ана күйеу бала күйеуің сенің ана әкең жоқ деп төбесін теспесін деп соған бола жүрмін. Айтады. Қарындасымды айтамай жүр негізі сіздерге. Ол да қарсы емес, ажырасам десеңіздер. Өздерін қалаған өмірлерін сүре берсін деп жатыр. Өзі айтты ба? О біз үшін қиналып өйтіп өмір сүрмей қойсын дейді. Атамды, ауылдағы атамды уайымдаймын. Содан ажыраспай жүрмін. Атам демекші, көкем қайда жүр айтпақшы? Қайда атаң? Мен шахмат ойнауға кетіп еді асында. Шайын ішті ме? Вообщем, былай, проблема өзіміздікі, өзіміз шешеміз. Көкеме білдірмейік. Түсіндіңдер ма? Өз кемпірінен айырылып жарым жан болып жүрген кезде жүрегіне жүк түсірмейік. Іштеңе білдірмей, проблеманы білдірмейік, ауылға кетсін тыныш қана. Атаң айтып қойма. Бірақ ажыраспай қалмаңыздар, ажырасыңыз. Ойбай, ажырасам, бір күн бірақ атаң тұрмай. айт. Керек еді, жаман. Көп жасы. Қалаға әбден үйреніп алған соң, үйде отырмайтын болсыз көке. Ана паркке барып біраз шалдармен шахмат ойнадым. Дұрыс.
Мынау не безеріп отыр? Ой, сен безеріп жаратылған ғой. Безіретіп қойды да бір адамдар. Сен не бетің дірілдеп отыр? Неңіз бар емен бетімде? Бет болғаннан кейін жыбырлайды да бүйтіп. Яты бар бет болғаннан кейін жыбырлайды. Яты жоқ болса безеріп отырар еді. Ана жақтың неғып сүмірейіп тұр? Сендер мен жақтырмай отырған жоқсыңдар ма? Жоқ. Қайдан? Қойың шықай қайдағын айтпай, жақтырмаған несі? Просто ана балаңыз бүлдіріп кеп отыр бірдеңені. Не бүлдірдің? Ойбай бірдеңе десе менің балам сөйлемеңдер, менің балам тиіспеңдер деп әбден есіртіп жібергенсіз балаңыз. Не бүлдірдің деймін сән? Айранда үйіп отқан семяны бұзып отыр балаңыз. Мен сізге айтайын. Ата жұмыстан кезіп еге ұрыспаған, ажырасамыз деді, қарсы емеспін дедім, болды. Стукаш. Неден саған? Оңбаған сен бізді ажыратқаныңмен қоймай, әкемді өлтіріп кетейін дедің бе сен? Қой, ата ажыраспаймыз, әшейін. Жыламаңыз көке. Ажыраспаймыз, әшейін айтамыз да. Сіз тұрғанда қайда барамыз ажырасып? Қуаныштың көз жасы ғой балам. Шалыс естіп қалдыңыз ау деймін. Ана келіңізбен мені ажырасайын деп жатыр дейді сізге. Соны естіп тұрмын, қолдарын жайыңдар сендерге бата берейін. Екі жақтан бақыт. Қызсыма көке батасы несі? Ой, ауылдан ят болады, естіген ел не дейді, жұрттан не дейді деп айтпайсыз ба? Ауыл, аймақ, ота тайлақтың бәрі сендердің ажырасуларын күтіп отыр. Қой, халықтан ұят, халық не дейді, ел не дейді? Елге бола жүрмін. Халық та сендердің ажырасуларын тілеп отыр бұл жерде. Уайымдайды, түгі де жоқ. Көрдің ба жұпар? Ауыл, аймақ, көрші қолаңды айтпай-ақ қойайық. Міне, қасымызда жүрген туғандарымыз. Біреу балаң, біреу міне менің әкем. Көрдің ба? Осылар бізді ойлайды деп тұрсың ба? Жұпар, екеуміз бір-бірімізді ойламасақ, бұл үйде басқа бізді ойлайтын ешкім қалған жоқ. Бұлардың бәрі көрдің ба? Ажырасыңдар деп отыр бізге. Ажырасудан несін қорғасыңдар? Ажырасудан қорқып тұрған жоқпыз. Мына туған әкемнің ажырасыңдар деп тұрғаннан қорқып тұрмын мен. Ажырасыңдар, ниеттерің қабыл болсын. Мені ажыратып жатсыздар ма сіздер? Екеумізді ажырасыңдар деп отыр. Ойбай, маған ажырас дейтінде кімсіздер сіздер? Неменеге ажырасады екен мен? Ойбай, тапқан екенсіздер. Мына сізге ерекскенде, мына саған, мына қызыма көрші көлемге ағайын туыс, мына халыққа елге ерекскенде ажыраспаймын. Вот. Ойбай, көке. Бұл жаман ерекседен. Таканса ерекседі. Молодец. Келін, сен мына жаманбайды таста, жаманбайды таста. Саған да бір жалпақпас жол қар. Сен де мына келінді таста, саған да бір сопақпас жол қар. Кімнің байы жаман? Сен байың да. Менің байым жаман деп тұрсыз ба? Ойбай, жаман да болса байым. Бұнда жаман бай кімде бар екен, Жаман бай тау басына өлі жүді тапқан екенсіңдер. Ойбай, айналайын ішпейді, жекпейді, азаннан кешке дейін жұмысқа барып келеді, түзу қайтады. Жаман бай осындай кімде бар екен? Құдайға, ойбай, мен ажыраспаймын, сіздерге керекскенде ажыраспаймын. Таққанса жапсып жүрем мен. Сен бейтші, жұмыстан келгеннен кейін еркексің ғой, іштен естебе. Келгеніңді міндет қылып, тісіңді шығып, төрде жатшы. Сөйтті сөзін. Қыдырсай сен, қыдыр, гүлләй, балыққа бар. Вот, бүгіннен бастап балыққа бар, еркек құсап жүр. Ойбай, жаманбай деп, жаманбайымды ешкімге бермеймін, ажыраспаймын. Таққанса өмір сүрем. Вот. Көке, мына менің қатыным ба тосын, Сенің қатының. Болды ғой, айтқаның істейміз ғой, Жұпар-ау. Болды. Сіздерге ерекскенде өлгенше ажыраспай жүріп аламыз ал. Міне, битіп жатып өлеміз ал. Пиғылдарың белгілі болды. Көрдің ба? Ажырасам деген сөзді өлгенше естімейсің. Көрдің ба? Туғанымыз деп жүрміз, семья деп жүрміз, үйде тек шорт ол. Мына екеуі жабысып қалды ғой. Екеумізді кінәлі қып кеткенше, ата. Онсыз да біз ғой кінәлі. Бірақ сен мына сіздің планыңыз күшті екен, ата. Мен план, гитлерский план ғой, жаным-ау. Айтпесе сәл бірден осы ажыраспашты, анаған бір жалынасын, аған бір жалынасын. Көршіні де жіберген мен ғой, кеп кетті ма? Көрші деген? Бұларға 20 жылдан бері
ойбай ажыраспа деп жалынып келе жатыр. Тактын өзгертіп еді, результат көрдің бе? бірақ ата мынау папа екеуіңіз ше негізі бір папам сізге тартпаған, Екеуміз вообще ұқсамайды ғой сізге. екеуміз де екі түрліміз ғой. Қандай сонда? Оның разницасы менде қатын жоқ. Ертең сен де үйленесің, үй боласың. Ол саяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Біреуің ашылған кезде біреуің басылсаң, үйде береке болады, түк те болмайды. Мысалы, сен үйленесің. Келін ашуланады ғой. Сол кезде сен басыла сал, ештеңе кетпейді. Сосын келін ашуланады ғой. Сен ашуланасың ғой. Сен ашуланғанда сен басыла сал. Түсіндің бе? Болды көкет. Ал